Абзал, рахмет. Келіп отырғаныңа. Армысыздар, құрметті Абзал достардың көрермендері. Енді ол Астананың жағдайын айтқанда бардық. Мұнда өзіміздің Алматыдан Еркін Рақышев мырза қосылды. Ол кісі мені алдын ала барып, сол жерде тосып жатты. Онысына рахмет. Өйткені алдын ала кездесіп осындағы азаматтармен ақылдасқанбыз. Содан кейін олар айтты, біз бәріміз шулап ол Астанаға барғанменен қазір бұлар 3 адамның басы қосылса қорқатын болған. Бұларға тек қана сол өзіміздің ойымызды жеке қабылдауға жазылсаңыз өзіміз барайық. Астананың да белсенділері қосыламыз деді. Алматыдан да шықпақшы болды. Бірақ оның бәрін сол Рысбек ағамыз бар, Еркін Рақышев мырза бар. Солардың бәрі сабырға келтіріп, біз өзіміз барайық. Қазір бәріміз қамалып қалатын болсақ, мына халықаралық жағдай мынандай болып ушығып жатқанда, біз енді жау жағадан алғанда бөрі етектен алады деп балақтарынан тартқандай болайық. Оларды сөз түсінетін жоғарыда отырған азаматтар ғой. Олардың бәрі де қанша айтқанмен халыққа, елге жан ашитын азаматтар болу керек. Ол мүмкін емес олардың ішінде ондай азамат болмауы деп. Неткеннен кейін осы пәтуаға бәріміз келісіп, содан Еркін Рақышев мырза менен бұрын барып, сол жақтан күтіп алды. Мен содан бардық. Содан белгіленген уақытта бас прокуратураға кірдік. Бас прокуратураға кіргенде бізді қылмыстық жазаны өтеу және соның заңдылығын тексеру бөлімінің бастығы өзі қабылдады бізді. Содан біз өзіміздің дәлелдерімізді келтірдік. Соттың жіберген, мына алғашқы соттың да Қонаев қаласындағы, содан кейін облыстық соттың да жіберген қателіктерін түгелін жіпке тізгендей қылып жазып алғанбыз. Оны адвокаттармен, юристермен бәрімен ақылдасып жазылған қағаз болатын. Соларды барып Мирзоқожаевтың, бір ғана Мирзоқожаевтың сарапшы ғой, сарапшының сараптамасына сүйеніп жасағанын, оның бірақ дәл сол кезде сараптамашылық лицензиясы болмауын, одан кейін прокурорлардың жіберген ағаттықтарын айттық. Содан кейін 405 бап бойынша қаржыландыру бабы бойынша о кезде банктегі шоттардың жабық екені, Әбіләзов Шалабаева тағы бір кісінің несі көрді, олардың бәрінің шоттарының жабық екені, бірақ Астана қалалық 2000 жыл шығарды деп, 2013 па, 2000 көше партиясы Алға Қазақстанды демократиялық таңдау неменесін партиясын экстремистік партия деп таныған қағазын алға тартты бұлар. Бірақ оның ішінде Әбіләзов та Шалабаева да ешкімді экстремист деп танылмағанын, ол шоттардың бұғаттау жатқандарын, оған ақша аударғандар баяғы 30 рет аударды, 20 рет аударды деген өтірік уәждерін, олардың бәрі тек қана баса берген, бір рет түспегеннен кейін ақшаны қайта-қайта түсіргісі келіп, рас азаматтар ақша аударғысы келген. Өйткені Әбіләзов оны мен адвокаттарыма деп сұраған болады. Ал енді көше партиясының немесе демократиялық таңдау партиясының ешқандай реквизиттары немесе банк шоттары болмаған. Соған қарамастан жеке адамның аударылған ақшаны бұлар аударылды деп есептеген. Оның бәрі аударылмаған. Біз қаншама сұрадық. Сол жерден банк қызметкерлері, банктың бухгалтерлері келіп, осының бәрін көрсетсін бізге. Сол реквизиттар бар ма? Бар болса, кімнің атында? Көше партиясы немесе Қазақстан таңдау партиясы
атына ашылған не бар ма дедік. Бірақ олар өкінішке орай келмеді. Бірақ сот мұны біз сараптаймыз, жеке бөлімге барғанда ақылдасамыз деген. Оның ешқайсысында ақылдаспады. Бұларға Думан соттау керек болды, соттады. Содан кейін Думан жарыс сөзде сөйлеген сөзінде полиция майоры Жарқын Есжановтың Думанның сыртынан қол қойып жібергенін, ол қол өзінікі емес екенін дәлелдеп тұрса да, сот мұны біз сараптау бөлмесінде қараймыз деп, оғанда жылы жауып қойып қойған болады. Бұл деген, олардың бәрі Думанның сыртынан қол қойып, осы істе Думанды жала жауып соттау болды. Олардың саяси тапсырма. Сол саяси тапсырманы бұлар орындады. Бірақ біз мұның бәрін қайтадан неге қозғап жатырмыз? Өйткені президенттің өзі айтқандай, әділетті, заңды Қазақстан орнатам деген сөзі бар болатын. Бірақ соның бәрі іске аспай жатқанына, оның үстіне прокурорлық қадағалау органдары, прокурорлар бұларды ешқандай да қадағаламай, осындай заңсыздықтарға бой алдырды. Ал судья Қойшыман, прокурор кеңесіп, бәрі ауыз жаласып, тек қана осыны Думанды соттау керек болды, соның соттады, жала жауып. Осының бәрін біз дәлелдерін ұсындық. Енді жоғарғы сотқа ма, жоқ бас прокуратураға ма тағы да бір арыз дайындап жатырмын. Осы тергеушілер Сағдолла, Жарқын Есжанов, Абдоллалардың үстіне. Өйткені олар көпе көріну сотқа өтірік айтты. Сот тергеу қағаздарының бәрінің даталарын түзеткен. Оның үстіне жазылған томдарда бір ізділік жоқ. 105-ші бет, 87-ші беттен кейін апарып орналастырған, сол сияқты бір ізділік жоқ. Соның бәрін Думанда, біздің қорғаушыларды, адвокаттарды көздеріне шұқып көрсеткенменен бұған назар аудармады. Біз мұның бәрін неменеден нетеміз деді. Сондай жағдайларды айттық. Содан кейін Еркін Рақышев мырза мұның саяси астарына үңілді. Мұның саяси астары, дүниежүзіндегі мына болып жатқан толқулар, осындай аласапыран кезде мұндай адамдарды түрмеде ұстау, Қазақстанда саяси тұтқын жоқ деп мойындамаса да, бәрібір саяси тұтқын бар екенін бұлар мойындау керек. Оның үстіне Думанды осыншама халық қолдап, қазір YouTube желісінде де, TikTokта да, Instagramда да Марат Жыланбаев, Әйгерім, Дума Мұхаммедкәрім, одан басқа 25 саяси тұтқын бар екен бізде. Кейіннен сол түрмеге барып, таяқ жеген Дәнебаев па? Сол, Тимур Дәнебаев. Тимур Дәнебаев бар. Солардың бәрі өкінішке орай. Мына кейінгі кездегі сатира қылмыс емес деп жүрген Еңсебек. Темірлан Еңсебек деген азамат, жас жігіт. Темірлан Еңсебек деген жас жігіт. Олардың бәрі міне. 12 азамат бар аға. Одан кейін өзіміздің АЕС-ке қарсы шыққан 12 азамат. АЕС-ке қарсы шыққан, ол тікелей Тоқаевқа қарсы шыққан деген сөз болып тұр ғой. Өйткені олар АЕС-ті, мысалы, Тоқаев мен салдырам деді. Біздің мына бастамашы топ қарсы шықты. Бұл белсенділер Думанға да қаншама рет қолдап барды. 22 соты болыпты Думанның. Сол 22 сотында да қолдап барған. Оның үстіне көз ашық, көкірегі ояу, осы халықтың қамын жеген азаматтар олар. АЕС деген ол тікелей қауіп болыпты қазаққа. Мың тірілген Совет өкіметінің кезінде Семей полигоны, мысалы Семей полигонынан біз өзіміз өсіп жеткенбіз міне. Четімізден ауру. Өзіміздің семьямызда да ауру бала дүниеге келген болады. Енді соның бәріне қарамастан, соның мына азаматтар келешек ұрпақ
болашақ үшін күрескен 12 азаматты міне сендер көтеріліс жасамақшы болдыңдар, дүниені төңкеріп баяғы президент алып тастаймын деген жала жауып отыр. Бірақ естеріңізде болсын, жоғары жақта отырғандар, бұл белсенділер, бұл азаматтар Думанда, Әйгерімде, Маратта, мына 12 азаматта, оның үстіне тағы 25 саяси тұтқын, сонда 37-тен асып кетті ма? Бұлардың бәрі саяси тұтқын. Бұлардың бәрі өкіметті аударып, түгелін төңкеріп, қырайық, жояйық деп емес. Бұлар саяси диалогқа керек, митинг ұйымдастырайық. Митинг болғанда ол біріне бірі жауап беру. Мысалы, біз өз тарапымыздан өз қолда талабымызды қоямыз. Өкімет өзінікін айтып, осындай емен жарқын пікір талас болу керек еді. Өкінішке орай митингті бұлар бір сұмырайға айландырып жіберді. Сонда айтайын деген, қазіргі заманның осы кейінгі кезде болып жатқан мына Ресейдің арандатушылық, басқыншылық, Украинаға қарсы соғысына қарсы қаншама адамдар шығып жатыр. Ресей агрессор ретінде көрініп отыр. Бірақ біздің Қазақстан осының бір шетіне ілініп кетпесінші. Бізде демократиялы мемлекет болайық, бірімізді біріміз тыңдайтын, бірімізді біріміз сыйлайтын мемлекетке айлансақ деп ойлаған. Өкінішке орай жоғары жақтағылар мұны тыңдамай отыр. Өздерінің белден басып. Әрбірден кейін олар халықтың құлы болып, халыққа қызмет ету керек еді, осы халықтың сөзін тыңдап. Олар өз беттерімен кетіп отыр. Міне сондай жағдайлар. Осы жақтың бәріне мысалы Еркін Рақышев мырза жақсы айтты, өзінің ойын тікелей айтып, осыны жеткізді. Бұл азаматтардың бәрін босату керек. Бұлар қоғамға зияндық тигізбейді, пайдасы тимесе деп. Енді білмейміз. Сол кезде енді ана прокурордың көмекшісі, мұны біз саралаймыз, істі қайтадан алдырамыз, 3 айға уақыт беріңіздер, бізге қайта-қайта әлгі қысым жасамаңыздар деп. Бірақ қысым жасамағанда қазір менің ұлымның өзін қысып жатыр. Карцерге қамап отыр. Мұны Қызылорда қаласындағы 60-шы мекеменің бастығы бар, орынбасарлары бар. Олардың бәрі қаңтар кезінде Думан Қызылордаға барып көзге түскен азамат болатын, осы халықтың сөзін сөйлеп. Сол кездегі қаңтаршыларды қудалаған, қысым көрсеткен, әлі сонда жүрген азаматтар. Оның бәрі бұрынғы Назарбаевтың жүйесінен қалған адамдар. Солардың бәрі Думанға қыспақ көрсетіп жатыр. Сен халықтың сөзін сөйлеп едің, енді міне бізге келіп, сорлы болып отырсың дегенге келтіріп, оны психологиялық қысымға ұшыратып отыр. Ұрып соқпаса да. 60 күн карцерден шыққан болатын, қайтадан 60 күн карцерге қайта кірді. Неге кіргізеді оны? Думан кісі өлтірген жоқ. Ешкімді ат деп бұйрық берген жоқ. Халыққа қарсы қызмет еткендерді әшкерелеп көрсеткен. Бұл сол үшін, шындық үшін азап шегіп отырған азамат. Біз сондықтан да менің сұрайтыным, бұл саяси тұтқындардың бәрін босатсын. Соны талап етіп, енді мен тағы да арызымды жазам. Осы сотты жүргізген сот төрағалары бар. Содан кейін тергеуші полицейлер бар. Солардың бәрін қайтадан сотқа берейін деп отыр. Енді білмедім. Осы әділетті Қазақстаннан әділдік іздеп шаршап жүрген адамның бірі менмін. Рахмет. Яға түсінікті, өйткені